Әлет. Маған бір күшті идея келді. Короче, бармыз ба? Білесің ба, осы біздің үйде бармыз. Біз көш кимей тұрып, басқа да адамдар тұрған бір орыстар ше. Даже папа айтады, немістер де тұрған дейді, короче. И солар білесіздер ма? Папам айтатын тұғын, бұрын кішкентай кезінде айтатын тұғын. Білесің ба, осы бұрын тұрған орыстар біздің үйдің бір шеттерінде бір күшті бір қазына байлықтарын қалдырып кетуі мүмкін деп ше. Бір клад типа, түсіндің ба? Мен де соны ойлаймын, может бір анда орыстар бар емес па? Бір жерге бір өзінің күшті ценный нәрселерін тығып қойып, және де ұмытып кетіп қалған шығар, может. Соны іздейміз ба екеуміз? Давай. Біздің үй достар 1970 жылдары құрылған, короче, кішкене ескілеу үй, қазір қойып біз жаңартқанымыз. Давай бірінші подвалдан бастаймыз әлет. Давай. Подвалды ашсай. Мақта біздің подвал достар. Ду-ду. Осы сосын барып біздің орыстар құрған анау қора бар бізде ше, сарай, то есть қойма, склад па. Соның ішінде көру керек, ішінде не шығады екен. Давай бірінші осы подвалды іздейік, ішінде может күшті ценный нәрселер шығатын шығар. Бүйтіп вообще үңіліп бүйтіп ше іздеп көрмеппіз ештеңе. Кетіп көреміз, а? Ал достар, мен түсіп бара жатырмын подвалға. Кетіп көрейік, ішінде не бар екен. Шынымен де ғой, может бір орыс апай, әже андай ақшаларын бір жерге тығып жүріп, и ешкімге айтпай көшіп кеткен шығар. И ұмытып кеткен шығар ол ақша туралы. Кетіп көрейік, шеда ішінде не бар екен біздің подвалда. Подвалға тек қана міне біздің подвал достар. Мед, короче, осындай бір компоттар біз қойғанбыз, бірақ іздеп қарамаппыз ше. Аны не? Өтік? Рет қарасаң да баяғы заманский өтік тұр. Өтік. Анашты. Сосын бар мынандай бір нелер, термос. Жарықшам. Қараса жарықшам бұрынғы ескі баяғы замандарский. Достар, аукционға қойып сатамыз. 1 миллион теңге ескі зат дегенсің ба? Так, тағы не бар? Артыңызға. Оны ескі. Оны әлі сен. Ескі самаурым. Ма, біздің үйде әжептәуір нәрселер көп екен ғой, Насте қасық вилкалар жатыр. Аның ішінде не бар екен, аның ішінде? Что-то интересно. Қазір көреміз, аның ішінде ше, аның ішінде. Олардың ішінде ыдыс аяқ, все-таки шайнек. Олар не заттар, білмеймін не екен, достар. Так, ана жақта непонятно. Сен түспейсің ба, сен сөйтіп қарап та бересің ба? Ладно. Так, мына жақта не? Ема. Дана ашып көреміз де коробканы. Мәселен, достар, қарасаң ғой, шаң басып кеткен. Не бар мынаның ішінде? Мынау не? Киімдер ма? Киімдер. Мынау не? Банк жабатын. Қойшы ары ашқым келіп тұрған жоқ. Болды. Ой! Асты, коробканың асты жыртылып кетті. Так, мен жинау керек енді бияқты. Действительно, ішінде тек қана неден басқа, киімнен басқа дым жоқ екен. Бірақ достар, білесіздер, мына подвалдың ар жағында қарасаңыз, осындай аяқтарында, осы аяқтарында бір заттар бар шығар. Бірақ бұяққа қайтып барасың, әлете. Ана шеттен ғой. Ана жаңа коробка. Бүйтіп көрейін ма, сотканы тығып көрейін, сотканы. Не бар екен? Ештеңе жоқ, Жоқ. Просто пристройка. Просто пустое место, Ана жақта көрейік. Көк бөмек не зат ана? Ой, кәдімгі біздің подвал ше. Кәдімгідей бір үй жасауға болады екен біздің подвалдан. Астарында не бар екен, астарында? Мынау не? Қап-қара. Мынау не? Әлет қарасай. Еще түрі де бір түрлі екен, қап-қара. Кет сыртқа шығайық, сымар ошы, не? Ема, достар, ішінде не нәрсе екен? Қарсаңызда сырты да ескіріп кеткен жәмен. Пакет па, немене? Ой, қарасай, әлет. Ема, сокровище бұнау. Серебро. Ема, серебро. Достар. Кәдімгі таза күміс қой, таза күміс. Қарасаңыздар.
айттым ғой саған әділет бір сокровищеден тығып ұмытып кеткен ол туралы деп қара. Ема. Қарашы, бәрі пальчикқа еще мынандай. Алап сатсаң ше миллион теңге болады. Шығар алап сатсаң. Походу. Әділет, е? Иә. Міне мынауда серебро 925 проба деп тұрмын. Көріп тұр ма? Иә. Ема. Мына қара жүзікті. Жүзік. Жүзікпен ше? Мына қара нақтады. Йоо. Тема ғана. Көрмей әлі ол бостан бос іздеген жоқпыз біз. Ема, кеттігенде ана көне ана ескіріп кеткен сарайдың ішін көріп та. Может, оның ішінде бір күш сатыры сығып қалды. Сарайға кеттік. Міне көне сарай қарасыңыздар, ескі. Бұл осы 1950 жылдары строить етілген шығар. Құдай біледі. Ашса бетіп ашасың. Бет тұрасында. Йо, кеттік. Кеттік ішіне кірейік. Бисмилля. Біз мангал шашлык пісіретін. Жасминнің бұрынғы велосипеді. Так, ішінде не бар екен? Темірлер, раковина. Ема, әлет қаласай. Ескі баяғы заманнан қалып кеткен клавиатура. Печатная. Нахай, бірінші рет көріп тұрмын. Қойш? Өміріңде ма? Иә. Қой. Осы үйде тұрып қалып бірінші рет көріп тұрсың. Лаңарса мотоциклдердің цептері. Ема. Антенна, короче. Қарсы мотоциклдердің цептері оны дәу. Папада екі мотоцикл бар енді. Бірақ кентауда емес. Біздің папаның айтуынша, в общем, әлемдегі ең қатты жүретін нелер болған, атқандай мотоциклдер. Наңарсын алар, нағын не заттар. Дәу. Мә, осы жақта алтын тауып алсаң, Мына ағаштардың артынан ба, алтын тауып алсаң, әділет, Нәші жанған ба, қарсаншы? Өртенген ба? Қап-қараңғы болып тұр ғой, қап-қара. Өртенген. Просто ескіріп кеткен шығар, содан шығар. Ескіргеннен Өртенсе бұяқтың бәрі жоқ болатын. Өртенген, бірақ резко келеді, су шашқан. Білмеймін енді. Мына қасалар көресің аған. Міне достар. Ема шаң басып кеткен, оны клавиатура қарасаңыздар. Шаң басып. Шаң көтермек қойық екен, басып керек. Басылмайды, уже клинт етіп қалған оның бәрі. Іш құрылысы. Клавиатура жазады, мына іште парақ тұрады, ана киноларда болады, тық-тық-тық-тық жазып тұратын жай. Сатам аласыздар ма достар? 2 миллион теңге. Осы достар біздің бұрынғы үйдің заттары. Сосын бар достар, менде бір идея бар да, ше, әділет. Осы біздің үйдің сырты бар, осы әулесі бар емес па? Осы әулесінде бірдеңке тығып қойған сияқты ше, бір сандықпен ба қазып алсақ болады соны, прикинь. Қиын ма табу? Давай соны іздеп көреміз, андай табамыз, короче. Тин-тин-тин-тин-тин дейсің же, қолмен металл искать әлі, тин-тин-тин, ана қолмен есейді, қол ұстап жүріп, жердің астындағы темірлерді іздейтін же. Соны сатып аламыз да, сонымен іздеп көреміз үйдің ішін. Мақұл ма, әділет? Может, сөйтіп те бір бұрынғы үйде тұрғындары тыққанша бірдеңкелер. Соны тауып, сосын барып разбогатейім. Ал достар, егер де осы видео қызық болса, лайк, коммент және де подписка батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Егер де осы видео ролик 5000 просмотрын болса, біз, короче, бұл іздеулерімізді даладағы, короче, қазып іздейміз, в общем, жерді іздейміз. Может, бұрынғы көршілеріміз, бұрынғы осы үйдің тұрғындары қазып бірдеңке тық қойған шығар. Может. Может. Ал достар, келесі видеолар кездескенше сау болыңыздар. Пока.